Ассаляму алейкум қыздар. Бүгін осындай слоеные трубочки дайындаймыз. Қамырға қажетті заттар: ұн, қопсытқыш, тұз, сары май, жұмыртқа және де қаймақ. Ұнды мен алдын ала електен өткізіп алдым. Үстіне қопсытқыш пен тұзды салып кішкене араластырып аламыз. Енді сары майды салып қолымызбен араластырып аламыз. Үстіне қаймақты, жұмыртқаның сарысын салып, жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Қамыр дайын болғанда пакетке салып, мұздатқышқа жарты сағатқа қойып аламыз. Мінекей осылай өте жұмсақ қамыр болды. Жарты сағат өткеннен кейін мұздатқыштан қамырды алып, теңдей екі бөлікке бөліп жаятын боламыз. Мінекей қамырды жайып алдым. Енді шеттерін осылай кесіп алып тастаймыз. Енді ұзынша етіп қамырды кесіп шығамыз. Мінекей осындай конусқа орайтын боламыз. Конусты майлаудың қажеті жоқ. Конусты бүкіл кондитерлік дүкендерден таба аласыздар. Мен өзім қолдан жасағанмын. Жасалу жолы өте қарапайым, оңай. Көп уақытты да қажет етпейді. Менің каналымда бар, қарасаңыздар болады. Ең маңыздысы, фольганың сапасы өте жақсы болу керек. Мен қолданған фольга Поклан фирмасынікі, өте керемет. Не жасасаңыздар да жабыспайды. Мен сол үшін майламай жасадым. Қамырдың соңы аяқталған жерін осылай кішкене қолымызбен басып жібереміз. Мінекей осылай шықты. Енді қалған қамырдың барлығын осылай конусқа орап шығатын боламыз. Мінекей жасап алдым. Енді бетіне жұмыртқаның сарысыны жағып шығып, алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 10-12 минутта пісіріп алатын боламын. Сіздер пештеріңіздің температурасына байланысты уақытына қарайсыздар. Енді кремді жасаймыз. Ыдысымызға салқын сливкиді құйып, кішкене қоюланғанша миксерлеп аламыз. Қант ұнтақ пен ванильный сахарды салып, крем қоюланғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Крем дайын болғанда мен кондитерлік пакетке құйып, 30-40 минутқа мұздатқышқа қойып аламын. Сонда формасын өте жақсы ұстайды. Маған осы крем өте қатты ұнады. Дәмі балмұздаққа ұқсайды. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша қайнатпалы немесе ақуыздан жасалған кремді қолдансаңыздар да болады. Қайнатпалы кремнің рецептісі менің каналымда бар. Неке кремді мұздатқыштан алдым. Енді жылдамдатып құйып шықпасаңыздар, крем еріп формасын дұрыс ұстамайды. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.
менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.